Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қып-қызыл дәмі ерекше нағыз борщ дайындап үйренетін боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен біз сүйегі бар етімізді суға салып, бір қайнатып, көбігін алып аламыз. Менде ет 2 сағат қайнап, жұмсақ болып пісті. Енді басқа ыдысқа түсіріп алатын боламыз. Енді осы сорпамызға жіңішке етіп туралған капустамызды салып, бір қайнатып аламыз. Қайнағанша басқа көкөністерімізді турап дайындап аламыз. Капустамыз қайнады. Енді үстіне картопымызды салып, үккіштен өткен морковты және жартылай туралған жуамызды салып қайнатамыз. Тамағымыз қайнағанша суыған етімізді, чеснок, қызылшамызды турап аламыз. Чеснокты тамағымыздың дәмін келтіру үшін пайдаланамыз. Неғұрлым көбірек қоссаңыз, тамағыңызда соғұрлым дәмдірек болып шығады. Чесногымызды қызып тұрған майға жақсылап қуырып аламыз және үстіне свекломызды салып, 10 минутқа тоқтамастан араластырып тұрамыз. Менде 4 бас свекло. Свеклоңыз свежий болса, тамағыңыздың түсі де әдемі болып шығады. Свеклоны тоқтамастан 10 минут қуырып алдық. Енді қайнап тұрған тамағымызға туралған етімізді саламыз. Және үстіне осы свекломызды салып, жақсылап араластырып, қаттырақ бір қайнатып аламыз да астын басып қоямыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш салсаңыздар да болады, болмаса лавр жапырағын қолдануыңызға да болады. Сіздерге бір кеңес айта кетейін, тамағыңыз қышқыл болып кетпес үшін тұзды міндетті түрде тамақ пісердің алдында салу керек. Сол кезде тамағыңыздың дәмі өте жақсы сақталатын болады. Тамағымызды жай отта 5 минут қайнатып, бетін жауып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Біздің қып-қызыл нағыз борщымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Ішіндегі көкөністеріміз де жұмсақ болып күшті піскен. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ас болсын.